Мен Қызылорда облысы Арал қаласы нөмір 220 орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Қуанышбаева Айғаным. Менің арманым дәрігер болу. Дәрігер ол жай ғана мамандық емес, ол үлкен жауапкершілік. Адам ағзасының жұмысын сақтап, аурулардың алдын алуда жұмыс істейтін білікті мамандар. Бұл арман аяқ асты пайда болған жоқ, себебі әр адамның болашағы отбасындағы үлгі мен тәрбиеге байланысты қалыптасады. Денсаулық сақтау саласы қоғамның ең маңызды және жауапты өңірлерінің бірі. Осы салада қызмет ететін дәрігерлердің еңбегі адамның өміріне тікелей әсер етеді. Мен үшін медицина саласы тек қана мамандық емес, сонымен бірге адамгершілік пен жауапкершіліктің айрықша көрінісі. Мен өзімнің ата-анам сияқты болғым келеді. Менің ата-анам Қызылорда өңіріндегі медицина саласының үздіктері, кардиолог дәрігер Мырзабаева Алия және бас дәрігер Қуанышбаев Бауыржан, өз ісіне адалдық тұғырлы үлгісі. Кардиологиядағы кәсіби шебер менің анам Алия Мырзабаева. Қызылорда облысының медицина саласында жүрек-қан тамырларын ауруларын диагностикалау мен емдеуге жауапты кардиолог дәрігер. Ол күрделі кардиологиялық жағдайларда пациенттердің саулығын сақтауға бағытталған кәсіби қызмет атқарады және олардың жүректен саулығын жақсартуға үлес қосады. Сарапшылар мен әріптестері оның қоғамдағы рөлін жоғары бағалайды. Өйткені кардиология жүрек ауруларын алдын алу мен емдеуде шешуші бағыттарының бірі. Кардиолог ретінде менің анам жүрек-қан тамырлары ауруларына қатысты семинарларымен, дәрістерімен, сонымен қатар аудандық және өңірлік медициналық іс-шараларға қатысуымен белгілі. Оның мамандығы тек қана науқастарды емдеумен шектелмейді. Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы білім мен тәжірибені таратуға бағытталған. Ал менің әкем бас дәрігер Қуанышбаев Бауыржан, Арал аудандық көпбейінді орталық ауруханасының бас дәрігері, тәжірибелі хирург. Оның еңбек жолы хирургиялық қызметтен бастап қазіргі таңда бас дәрігерге дейін жауапкершілік қызметін қамтиды. Менің әкем басқарған мекемелерде хирургиялық операциялар, шұғыл жағдайлар, оларды басқару және денсаулық сақтау ұйымының ұйымдық жұмысы жүзеге асырылып отырады. Бас дәрігер ретінде ол қызметкерлердің кәсіби дамуын, медициналық қызметтер сапасы мен аумақтағы денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін қамтамасыз етуге шешімдер қабылдайды. Менің мақсатым ата-анамнан үлгі алып, адам өмірін сақтауға бағытталған кәсіби қызметте табысты болу. Мен өзімнің ата-анам сияқты болашақта пайдалы тұлға болуға тырысамын.